Мәуліт айы ғидаят нұры болған Мұхаммед пайғамбарымыздың туылған айы. Осы айда бақыттылық күні балқыды. Жер жүзіндегі көркем мінез құлық дамыды. Адамның шыны адам болу үшін тиісті себептер болды. Қадір қасиеті мол бұл айда жақсылық әрекет етіп, жамағаттың басын бір дастархан басына тоғыстыру ойын қалталы қала тұрғындарының бірі қолға алған екен. Қазақ халқының көнеден жалғасқан дәстүрімен табақ-табақ ет тартылып, тәтті дәмділерден ұсынылды. Асқа жиналғандар мешітіміздің бас имамы Мәди Ахметовтың уағызынан тыңдады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің үмметіндегі, осы отырған әр үмметіндегі әр адамды бетінен таниды, түрінен таниды. Ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деген адам Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның үмметі, сол үмметтің өзінің аламаты бар. Ол аламат 5 уақыт намаз оқиды. Сол 5 уақыт намаз оқыған кезіндегі сәждеге тиген маңдайы, руыны, алақаны, тізесі, аяғының басы қиямет күні нұрланып тұрады. Жарқырап тұрады. Бір-бірімізді танимыз. Мәулітті құрметтеу Расулулланы құрметтеу болады. Оны құрметтеу оның қойған заң, уәс сүннетін құрметтеумен болады. Бұл мәулітті мереке етіп тойлау ислам патшаларынан әрбел қожайыны болған Мәлик Мұзафириддин хазіретінен басталған. Мәуліт мерекесі әсіре сілтеушілік және негізгі мақсатқа қол жеткізе алмаудан аман болып істелінгенде мұсылмандар үшін ең керекті маңызды іс екені белгілі.